Күш моменті бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмасын орындаймыз. Бірінші тапсырма. Суретте көрсетілген қайшым мен қысқыштарды механизмнің қандай түріне жатқызуға болады? Механизмнің иіндік түріне жатқызуға болады. Иіндік. Неліктен осы құрылғылардың саптарының ұзындығы әртүрлі болатынын түсіндіріңдер. Бізде жауабы күштен ұтыс алу үшін біріншіден және күштің бағытын өзгерту үшін осы саптардың ұзындығын әртүрлі қылып жасаймыз. Келесі тапсырма. Келесі тапсырманы орындайық. Суретте иіндікке орналастырған жүктер мен жүк тарапына әсер етуші күштердің иіндерінің мәні берілген. Әр нұсқа үшін иіндіктің тепе-теңдікте болатын немесе сағат тіліне бағыттас немесе қарама-қарсы айналатынын анықтауымыз қажет. Яғни біз мына жерде күш моменттерін салыстырамыз. М1 тең болады F1 көбейтілген D1. F1 дегеніміз 2, оны немесе былай деп жазуға болады. М1G D1. М1 2 көбейтілген 10, G-міз 10-ға тең, D1-міз 40. Так, мына жерде 80-800 болады екен. 800 ньютон көбейтілген метр. Келесі М2-ні табайық. Так, F2 көбейтілген D2 немесе М2G көбейтілген D2. М2 дегенге біз қойық 20 көбейтілген 10 көбейтілген 4. Бұл жерде де 800 шығады екен. Ньютон көбейтілген метр. Яғни М1 тең болады М2. Демек, иіндік тепе-теңдікте. Тепе-теңдікте. Келесі Б тапсырмасы. Так, М1 тең болады F1 көбейтілген D1, ол тең болады М1G D1. М1 дегенге 2-ні қоямыз, G дегенге 10-ды қоямыз, D1 дегенге 4-ті қоямыз. Так, сонда бізде 4-те 2 көбейтсем 8, 80 болады. М2-ні тауып алайық. М2 тең болады F2 көбейтілген D2. F2 дегенге немесе М2G D2. 2 көбейтілген 10 көбейтілген 3. Сонда 60 ньютон көбейтілген метр. Бұл жерде М1 үлкен болады М2-ден. Яғни М1 М2-ден үлкен болса, сол жағы тартып кетеді ғой. Мынау сол жаққа қарай қозғалады. Мынау оң жаққа қарай қозғалады. Сонда сағат тіліне қарсы болады. Жақшаның ішіне жазайық. Сағат тіліне қарсы. Келесі сурет. Так, жазайық. М1 тең болады F1 көбейтілген D1, ол тең болады М1G көбейтілген D1. М1 дегенге 2-ні қойып, G дегенге 10-ды қоямыз, D1 дегенге 0,75-ті қоямыз. 0,75-ті 2-ге көбейтсек, 0,75 көбейту 2 тең, 1,5. 1,5-ді 10-ға көбейтсек 15. 15 болады, 15 ньютон көбейтілген метр. Сол сияқты М2-ні табамыз. Ол F2 көбейтілген D2 тең болады М2G көбейтілген D2. Так, 0,5 көбейтілген 10 көбейтілген 4. 0,5 4-ге көбейтсек 2, 2-ні 10-ға көбейтсек 20 ньютон көбейтілген метр. Сонда М2 үлкен болады М1-ден. Так, мына жағы үлкен болса, төмен қарай қозғалады. Сонда сағат тілі бағытымен айналады екен. Сағат тілі бағытымен. Келесі М1 тең болады F1 көбейтілген D1 немесе М1G көбейтілген D1.
0,8 көбейтілген 10 көбейтілген 4,5. 45-ті 0,8-ге көбейтейік. 45 көбейту 0,8 тең 36. 36 ньютон көбейтілген метр. М2-ні табайық. F2 көбейтілген D2. Ол тең болады М2G көбейтілген D2. 0,2 көбейтілген 10 көбейтілген 7,3. Так, 2-ні 7,3-ге көбейтсек 14,6 шығады. 14,6 ньютон көбейтілген метр. Енді бұл жерде 14-ні М1 үлкен болып тұр, М1 үлкен болады М2-ден. Енді М1 үлкен болса, мына жаққа қарай қозғалады. М1, М2 мына жаққа қарай. Сонда сағат тіліне қарсы жазайық. Сағат тіліне қарсы. Так, енді келесі тапсырма. Жұмысшы массасы 50 кг арбаны 80 см биіктікке берілген. Жазайық. М тең болады 50 кг. H тең болады 80 см. Ол бізде 0,8 метр. F тең болады 125 ньютон. Так, ұзындық L тең болады 4 метр. Пайдалыны табамыз. Енді бізде пайдалы жұмыс. Пайдалы жұмыс тең MGH. Пайдалы жұмысты анықтайық. Масса 50 кг. G-ді 10 деп аламыз. Ньютон бөлінген килограмм. H-ті біз 0,8 метр деп аламыз. Килограмм мен килограмм қысқарады. 10-ды 0,8 көбейтсем 8. 8-ді 50-ге көбейтем. 8 5 40. Сонда 400 джоуль болады. Толық жұмыс. Ол F көбейтілген L. F дегенге біз 125 ньютонды қоямыз. L дегенге 4 метрді қоямыз. 125 4-ке көбейтсек 500 болады бізде. 500 джоуль. Енді пәкті табайық. Пәк тең болады. А пайдалы, А толық. И пәкін табамыз. Пайдалыны бөлеміз толыққа. Көбейтеміз 100%-ға. Тең болады. Пайдалы дегенге 400 қоямыз джоульді. Толық дегенге 500 джоульді қоямыз. Көбейтеміз 100%-ға. Жерде қысқартып жүрейік. 400-де 5-ке бөлсек 80% шығады.